Көйлек сызбасы негізін құрайтын негізгі 10 өлшем. Бірінші өлшеміміз жартылай мойын айналымы. Мойынның басталған тұсынан бастап 7-ші мойын омыртқасын бойлай мойын шұңқырына дейін өлшеу. Екінші өлшем жартылай кеуде айналымы. Екінші артқы жағынан жауырынды көлденеңінен артқы қолтық асты шұңқырын бойлай, ал алдыңғы жағынан кеуде безінің шығыңқы нүктесі тұсынан өлшеу. Үшінші өлшем жартылай бел айналымы. Белбе бойымен көлденеңінен бел сызығын өлшеу. Төртінші өлшем жартылай мықын айналымы. Бөксенің шығыңқы нүктесінен алдыңғы жағынан қарынның дөңестігін ескеріп өлшеу. Бесінші өлшем жартылай кеуде ені. Алдыңғы жағынан қолтық асты шұңқыры аралығын кеуде безі үстімен өлшеу. Кеуде биіктігі. Алдыңғы жағынан мойынның иық ылдиы бойымен кеуде безінің шығыңқы нүктесіне дейін өлшеу. Артқы бойдың бел сызығына дейінгі ұзындығы. Артқы жағынан мойынның иық ылдиы бойымен бел сызығына дейін өлшеу. Сегізінші өлшем иық ені. Мойын мен иық қиылысының басталған жерінен иықтың шеткі нүктесіне дейінгі аралық. Тоғызыншы өлшем иық айналымы. Қолдың енді тұсын қолтық асты шұңқырының жанынан өлшейді. Ең соңғы өлшем бұйым ұзындығы. Мойынның басталған тұсы жобаланған иық тігісінен қалаған ұзындыққа дейін өлшеу. Бұл кезде омыртқаның иілуін де есепке алу керек.